Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біріншіден, биылғы жылғы ұбт тапсыратын түлектерімізге сәт сапар, сәттілік тілейміз. Және бүгін сіздерге ұбт-ға санаулы күндер қалғанда Қазақстан тарихы пәнінен маңызды өзекті мәселелерді, сұрақтарды қысқа және нұсқа түсіндіруге тырысамыз. Құрметті оқушылар, ең бірінші тақырыбымыз бұл тас дәуірінің археологиялық кезеңдері. Бәріміз білетіндей, тас дәуірі негізгі 3 кезеңнен тұрады. Бұлар палеолит, мезолит және неолит. Палеолит ежелгі грек тілінен аударғанда ерте тас дәуірі деген мағынаны білдіреді. Мезолит, мезослитос, орта тас ғасыры, және неолит, неослитос, жаңа тас ғасыры. Бұлардың хронологиялық шеңбері: палеолит біздің заманымыздан бұрынғы 2,6 миллион мен 12 мың жылдар аралығын қамтиды. Мезолит біздің заманымыздан бұрынғы 12 және 5 мың жылдар аралығын қамтиды, және неолит біздің заманымыздан бұрынғы 5 және 3 мың жылдық аралығын қамтиды. Тағы бір кезеңіміз бар. Бұл энеолит, энайос литос деген сөзден тұратын. Оның мағынасы мыс тас ғасыры немесе мыс тас дәуірі. Оның хронологиялық шеңбері біздің заманымыздан бұрынғы 3000 мен 2800 жылдар аралығын қамтиды. Бірақ энеолит тас дәуіріне жатады. Бірақ сіздерден сұрақ келгенде, тас дәуір неше кезеңге бөлінеді дегенде, тас дәуір негізгі 3 кезеңге бөлінеді. Энеолитті онда жауап ретінде бермейсіздер. Бұлар палеолит, мезолит және неолит. Енді маңызды бір мәселе бұл палеолит дәуірі неше кезеңнен тұрады деген сұрақ. 2 кезеңнен ба, әлде 3 кезеңнен ба деген. Естеріңізде болсын, палеолит дәуірі бізде 2 кезеңнен тұрады. Ол ерте палеолит және кейінгі палеолит. Ерте палеолиттің хронологиялық шеңбері біздің заманымыздан бұрынғы 2,6 миллион мен 40 мың жыл аралығын қамтиды. Кейінгі палеолитте 40 және 12 мың жылдар аралығын қамтиды біздің заманымыздан бұрынғы. Бұдан да маңыздысы, ерте палеолит өз ішінде 3 кезеңге бөлінеді. Бұлар Алдувай, Ашель және Мустье. Алдувайдың хронологиялық шеңбері БЗБ 2,6 миллион мен 800 мың, Ашельдікі БЗБ 800 мен 140, және Мустье дәуірінікі БЗБ 140 мен 40 мың жылдар аралығын қамтиды. Мустье дәуірін кейбір ғалымдар өзгеше орта палеолит деп атайды. Сол себепті орта палеолит дәуірінде өмір сүрген неандерталдық адамды кейбір өзгеше біз мустьелік адам деп те атауын қолданамыз. Құрметті оқушылар, енді тақырыбымызды бекіту мақсатында сіздермен бір сұраққа жауап берейік. Сұрағымыз: Алдувай дәуірінің хронологиялық шеңбері. Нұсқаларға назар аударайық. А варианты: БЗБ 40 және 12 мың деп тұр. Бұл дұрыс емес жауап, себебі бұл кейінгі палеолиттің хронологиялық шеңбері. Б варианты: біздің заманымыздан бұрынғы 140 мың жылдық. Бұл да дұрыс жауапқа жатпайды, себебі бұл Мустье дәуірінің хронологиялық шеңбері. С варианты: БЗБ 800 және 140 мың жылдар аралығы деп тұр. Бұл да дұрыс жауап емес, себебі бұл Ашель дәуірінің хронологиялық шеңбері. Және ең соңғы вариантымызда БЗБ 2,6 миллион мен 800 мың жыл аралығы деп тұр. Бұл Алдувай дәуірінің хронологиялық шеңбері, демек дұрыс жауабымыз болады.